Мен енді өзім 67-темін. Bir ұл, бір қызым бар. Шалым бар. Қазір қолымда 3 немерем бар. Аллаға шүкір, тәуба. Жаман емеспін, солардың арқасында қызым баптап күтіп отыр. Сол қыздың арқасы әуелі Алла тағаланың арқасы шығар, сонда да осы қызым бәрін істеп отқан. Қазір жұмыс істейді, кішкентай емшектен қызы бар. Аллаға шүкір, тәуба деп айтамын. Мен бақытты аналардың бірімін деп есептеймін, тек қана осы ауруым болмаса жақсымын. Ұлым мен келінім қалада, немерелерім қалада, бәрі қалада тұрады. Үлкен немерем үйленген, шөберем бар, 4 жаста. Шөберелі әжесіз, иә? Иә. 67 жастасыз қазір. Жас кезіңізде немен айналыстыңыз? Пенсияға дейін не жұмыс жасадыңыз? Сол мектепте жасадым, істедім 21 жыл. Содан осы Қазақстан құралғаннан кейін біз сокращениеге түстік та, содан бері үйде отырмын. Мен басында осы ауырған кезімде Красный Волчанкамен ауырдым. Красная Волчанка? Иә, жылында 1 рет больницаға жатамын тегін. Неше жасыңызда ауырып шықты? 8 жыл болды ғой, биыл 8 жыл. Биыл 8 жыл болады, иә? Содан сол жүріп отырмайды, жаман емеспін. Жылда қаранам, балалар қаратады. Дәрімді дәрмегімді алып береді. Сонымен осындай мына сүйектерім бәрі босап. Бос дейді ғой, хирургтың бәрі мына сүйек. Ештеңке істеп отқан жоқпын. Осы 6 жыл болды, далаға шықпаймын, мал сауылмаймын. Жаңағы басында мал ұстап, сиыр сауатын едік қой, енді оған бәрін тастадық. Соның өзінде үйде жүріп, құласам болды, 1 жерімізден асыралады. Красная Волчанка дедіңіз. Иә. Ол аурудың қандай симптомдар, қалай сезінесіз оны ауырған адам? Оның іш жерім ауырмайды, бірақ басында ауырған кезде профессорға бардым, профессор тапты, осындай Красный Волчанка деп, содан қаладағы больницаға жатырмын ылғи. 8 жыл бойы ылғи әрдайым больницаға жатып шығасыз, бірақ сіз дәрігерге барған кезде қай жерім ауырып жатыр деп бардыңыз? Басында аяқ қолым қақсады ғой. Қыс келгенде больницада жаттым, одан чемалғанда жаттым. Әйтеуір 1 жаз бойы ауыра бердім. Содан кейін таппады бұлар. Содан кейін апаға енді не салам, салатын укол жоқ, бәрі бітті деді. Содан кейін барып бұлым Алматыдағы профессорға алып барды сізге, профессор сізде қызыл волчанка екен тап. Содан кейін сразу больницаға жатқызды. Бірақ ол кезде іш жерім азаламайды, тек қана сүйектеріңіз аяқ қолыңызға қақсайды. Содан дәрісін үзбей ішем, оның енді нені, жаңағы перизолон дейді ғой, соны ішем болды, басқа дәрі ішпеймін. Сонда бізде қызыл волчанкамен ауыратын адамдарды тек қана дәрімен емдейді, және жыл сайын ауруханаға жатып шығу керек, жатып шығу керек. Басқа ем қабылдамайсыз ба, тек қана дәрі? Иә, жоқ, басқа ем қабылдамаймын, сол өзі жылына өздері салады, тіземе укол, уколдарын салып, 10 күн жатып шығам. Сөйтіп 8 жыл емделіп жатырсыз, дәрі қабылдайсыз, ауруханаға жатып шығасыз, және де үйден шықпайсыз. Толық изоляциядасыз. Иә, үйде отырамын. Тамағымды балалар бәрін дайындап әкеп жасап береді. Басқа жерім ештеңкем ауырған емес, осы давление ғана. Сол көбінесе давление болады. Басқа жүремін. Неғым айтырғанда кәдімгідей жүретінмін. Ешқандай несі таяқсыз бар. Осы мінекей қазір 8 ай болды. Февралдың 21-інде құладым. Содан мінекей осы күнге дейін. Бірақ қазір далаға өзім немен шығалам. Бұлай тұрып, тұра берем. Бірақ жүре алмаймын. Арбамен жүремін. 5 жыл болды ішіп атқанымызға. Ең бірінші рет танысқан телевизордан көрдік. Осындай рекламадан
күнде көріп жүрдік. Содан кейін балам айтты бана белім не қылғанда, белім сынғанда. Маған лариферин әкеп беріңдер. Енді сөйтсем балам біратала 12-сін бірақ алып кетті. Жатқам ғой, содан кейін өзіміздің ауылдың бірашы, Аққайша, маған көп жата берсең пневмония боласың деді. Сосын маған қозғалыңыз, үйтіңіз, бетіңіз деп өздері сөйтті. Содан осы лариферинді іштім, жақтым. Одан кейін маған жаңағы тамақ ішкізе бастады. Сонымен сөйтіп өзіме ұнады. Тәбетіңіз болмай жүрді, ол кездері? Ұнады, сосын осы жақсы болатын шығар деп, содан бірінші рет іштім, бір несін, жоқ жақсы болды. Бір алғашқы күндері денімді ауыртып, ауырған сияқты болып сөйттім, 3-4 күн ба сондай. Сосын ойладым, мынау жақпайын деді ма, жоқ ауруымды қозғады ма деп, бірақ үзбедім, сонда да іштім. Жоқ, содан кейін басылып, осы халге келдім, бірақ өзіме сендім ба, жоқ. Бауырым ауырған сияқты болып еді, бауырым да басылған сияқты болды. Тәбетім ашылды, айран, сүт, бәрін ішетін болдым. Етте жейтін болдым. Сөйтіп осы лариферинмен танысып, осыған қол үзбейік деп, жаңағы шалым да асқазаным ауырды деді. Содан кейін мен айттым, сен лариферинді ішіп көр. Асқазаным қыжылдап жүр деді. Сонымен өмір ауырмаған кісі ғой, больницаға жатпаған адам. Соны ішті, асқазаным басылды, қыжылдағаны басылды деп, әнеугені өзі заказ берді. Тәбелеткісі келді дегенден кейін. Осы тәуір болдым, Құдайға шүкір осы. Ақпан айынан үзбей ішіп жатырсыз, оған қоса сіздің жолдасыңыз қосылып капсула ішіп жатыр. Ана малға кетеді ғой, маған капсула оңай деп, соны ішіп жатыр. Өзіңіз гельді ішесіз? Үйде отырып гельді ішем, езіп, сол езіп. Аяғым қақсағанда аяғыма жағам. Май сияқты жағып қойсыз? 2 сағат кепкенше отырам, одан кейін барып жуып тастаймын да, сосын барып жатамын. Үйрен ұжымына көп рахмет. Мынау кемпір шалдарға айтатыным, осы лариферинді алып, іше беріңдер, жақсы боласыңдар, тәуір боласыңдар. Жастарға да айтатыным сол. Бәрі жақсы, амандықпен кездесіңдер, амандықпен жүздесіп жүрегіңдер, Аллаға шүкір. Барлықтарың аман болыңдар, коллективтерің аман болсын. Сендерге көп рахмет. Мен сендерге көп рахмет, айналайындар, бақытты болыңдар. Жанат апа, сөзіңізге көп рахмет. Барлығын көрсетеміз, біздің ұжымымыз көреді, бәрі таниды, біледі, уайымдап жүреміз. Ең бастысы, сіздер ауырмай жүріңдер, сіздің жасыңызды бізге бұйырсын. Аман есен жүріңіз, сізге біздің ұжымымыздың атынан лариферин сыйлыққа бергіңіз келеді. Қосымша өзіңіз, жолдасыңыз екеуіңіз ішсеңіз. Рахмет, бақытты болыңдар, көп жасаңдар. Өмір жастарыңыз ақ болсын, біз құсап, менің шалым құсап, 70-ге 80-ге келе беріңдер. Тілейтін сол лариферин ұйымына. Рахмет. Еңбектерің жемісті болсын.